Ассалаумағалейкум достар. Сіздермен бірге мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша торының каналы. Егер менің арнама тіркелмесең тіркеліп, осы арнаға лайк басуды ұмытпа. Видеодегі вкладкалармен керемескен боларым бар, сол жерден сіздер көре аласыздар. Ал енді бүгінгі видеоға кеттік. Мен сіздерге бүгін W11 деген, яғни футболға прогноз беретін сайт айтатын болам. Қазір сіздерге подробнее түсіндіретін болам. Бірінші мен ол сайтта Marina деген, яғни интернетте таргет рекламадан таптым. Міне бұл жерде как обычно жұмыс секілді берді. Телеграм каналдарына, міне олардың ссылкаларына перейти в группу деген жерде көре аласыздар. Одан кейін сіздерге қазір ссылкасын лақтыратын боламын. Одан кейін достар, міне бұл жерде бұл букмекер емес, кәдімгі, но бірақ букмекер кәдімгі тігетін. Қазір сіздерге сайтын көрсететін боламын. Бұл жерде міне достар, тіркелгендеріңізге бірінші мен $10 алдым. Содан кейін ол ақшаны 1-2 рет тігесіздер. Одан кейін шығарып аласыздар. Trust Wallet'ке немесе Binance'ға шығарасыздар. Оны қазір сіздерге көрсетемін, қалай шығарғанымды. Міне бұл жерде қарайтын болсақ, финансовый ассистентке жіберген болатынмын. Міне ол жерде шығарған ақшамды, яғни жазып тұрмаған получающий деньгиді скрин жібер дейді. Міне у меня Trust Wallet деп жібердім, яғни ақша шығарды. Одан кейін маған $8 жібер дедім, ол жіберді. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Яғни $8 ол тігіп болғаннан кейін сіздерге жібереді. Оны біз мына жерден мой деген кабинеттен біле аламыз. USDT 8-де $16 деп тұр. Бұл жерде снять деген батырма арқылы шеше аласыздар ақшаны, но бірақ мен қазір бұдан табатын боламын ақша. Ақшаны қалай табамыз? Яғни прогноз береді, соған істейміз. Бұл да бір алдында супер биткоин секілді проекттердің бірі деп ойлаймын өзім. Міне бұл жерде жаңаны берілген болатынмын. Мен сұрадым бүгінгі ставкамен деп. Это сегодня могу ставить деді. Yani, спасибо деп айттым. Міне қарайтын болсақ, бұл жерге қалай тегеміз. Міне рынок деген батырманы басамыз. Все дегенде тұрады. Сегодня деген басамыз. Міне лиги ку бара дегенге осыған седік. Одан кейін 3-2 дейді. Так, соған басамыз. 3-2 1-55 дейді. Міне 3-2 1-55 4М. Енді осыған все деген батырманы басамыз. Окей деп басамыз. Название команды деп тұр. Продолжить деген батырманы басамыз. Яғни сумма сделки жаңа жасап қойдым. Енді көрейік. Бұл жерде қазір результат деген батырманы басып көрейік. Жоқ, торговля деген батырманы басып көреміз. Общая сделка деп тұр. $816. Міне қазір осы расчетный прибыль шықса, маған $0.13, яғни отады екенмін. Осылай сіздерде, яғни жалпы проекттермен ақша таба аласыздар достар. Егер де бұл сіздерге тіркелгенде $10 береді, яғни тіркелсеңіздер, одан кейін сіздер оны продвигать етіп шығарып алып, Trust Wallet'ке немесе Binance'ға сіздерге бұл бонус ретінде дополнительный $8 береді сіздерге ақша табу үшін. Яғни бұл жерде бір-бірімен связанный проекттер болғандықтан оларды ақша табады, сіздерде ақша табасыздар. Бұл жерде ешқандай да кешігіп қалмайсыздар ставкеге, себебі ставка бұл қарайтын болсақ жаңағыдай 5-те болады. Қазір уақыт 3-тен 43 кеткен. Яғни плотно аналитикалық ставка. Егер сіз ақшаны жеңіліп қалатын болсаңыздар, бұл жерден ешқандай ұтылмайсыздар, сұрайсыздар. Себебі бұл сіз осы сайтта беріп жатқан прогноздар арқылы тігіп жатсыз. Сондықтан кейін бұлар сіздерге ақша беруі мүмкін. Яғни қайталап береді сізге ақшаны, сіз қайтадан жалғастыра бересіздер. Яғни бұл жерде қателеспесем белгілі бір проценттер табады, яғни шығарған суммадан солай 1-1 ақша табады. Достар, сіздермен болған мен Казбизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал.